Саламатсыңдар ма, оқушылар? 10 сынып қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша биология пәнінен сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы: микроағзаларды өндірісте, ауыл шаруашылығында, медицинада, тұрмыста қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Бүгінгі сабақтың мақсаты биотехнологияда қолданылатын тірі ағзалардың артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау. Табиғатта өсімдіктер мен жануарлар дүниесінен басқа жай көзге көрінбейтін тірі ағзалар бар. Оларды микроағзалар деп атайды. Сыртқы пішіндері мен тіршілік әрекеттеріне қарай микроағзалар бірнеше топтарға бөлінеді. Олар бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар, қарапайымдылар және цианобактериялар. Бұлардың кейбіреулері адам шаруашылығында, медицинада, өндірісте баға жетпес пайда келтірсе, ал енді екінші біреулері жануарлар мен өсімдіктердің және адамдардың ағзасында патогенді ауруларды тудырып, зиян келтіреді. Микроағзалардың таралуы. Жер бетіндегі ең қарапайым және ежелден келе жатқан тіршілік иелері осы ұсақ ағзалар. Себебі алғаш рет 3,2-3,8 миллиард жыл бұрын архей заманында пайда болғанда осы микроағзалар. Және микроағзалар табиғатта кең тараған, яғни ауада, суда, топырақта, тағамдарда, өлі денелерде және кез келген субстраттарда, тіпті күрделі құрылысты адам, жануар және өсімдіктер ағзасында тіршілік етуге қабілетті. Микроағзалар барлық климаттық белдеулерде, барлық экожүйелерде кездеседі. Яғни, суық болса да Арктикада, Антарктикада, өте ыстық Сахара шөлінде, 80 градус ыстық қайнарларда, тіптен жер асты суларында да мекен ете алады. Микроағзалардың табиғатта кең таралуы олардың өздеріне сай ерекшеліктеріне байланысты. Біріншіден, микроағзалар тез өседі және көбейеді. Мысалы, бактериялар қолайлы ортада әр 20 минут сайын қарапайым бөліну арқылы көбейе алады. Екіншіден, басқа ағзаларға қарағанда олар өте төзімді. Олар басқа ағзалар өсіп-өне алмайтын ортада тіршілік етуге бейімделген. Мысалы, 70-105 градус ыстықта да, жоғары концентрациялы радиациядан кейінде және концентрациясы өте күшті қышқылдарда, натрий хлоридінде, кептіру, тіптен оттегі жоқ анаэробты ортада да тіршілік етуге бейімделген. Және микроағзаларға тән ерекшелік, олар автотрофтыда және гетеротрофтыда қоректенуге бейімделген. Осындай өзіндік ерекшеліктері бар микроағзалардың табиғаттағы маңызы зор. Микроағзалар фотосинтез процесі кезінде түрлі қосылыстардың минералдануына жағдай туғызып, атмосферадағы көмірқышқыл газы қорының болуын қамтамасыз етеді. Көптеген сапрофиттер өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарын ыдыратып, қоршаған ортаның тазалаушысы болып табылады. Микроағзалар зат және энергия алмасуға белсенді қатыса отырып, топырақ пен ауаға бірнеше биогендік элементтерді қайтарады. Және де микроағзалардың ауадағы молекулалық азотты сіңіруге де белсене қатысатын түрлері бар. Мысалы, бұршақ тұқымдас өсімдіктердің тамырында селбесіп тіршілік ететін түйнек бактерияларын айта кетсек болады. Микроағзалар тау жыныстарын ыдыратып, топырақ түзілуін қамтамасыз етеді. Және кейбір пайдалы қазбалардың, мысалы, сульфиттер мен күкірттің түзілуіне әсер етеді. Микроағзалардың практикалық маңызына тоқталатын болсақ, олардың көпшілігі өнеркәсіптің әртүрлі саласында, мал азықтық нәрді түзу, нан пісіру, сүт қышқылы тағамдарын, антибиотиктер, витаминдер алу үшін пайдаланылады. Адам шаруашылығында малға сүрлем даярлауда, өсімдіктерді биологиялық жолмен қорғауда кеңінен қолданады. Соңғы кездері лас суларды тазарту үшін көптеген бактерияларды пайдаланады. Мысалы, ксенобактерияларды суға, топыраққа төгілген мұнайдан тазарту үшін кең қолдануда. Сонымен қатар жанар газ
метанды түзуде де осы бактерияларды қолданады. Микроағзалар басқа ағзаларда тіршілік етуге бейімделген. Соның ішінде адам ағзасында 3 килограммға жуық микроағзалар тіршілік етеді. Адамның ауыз қуысында ең көп бактериялар шоғырланған. Әсіресе сілекейде 108 түрлі бактериялар тіршілік етеді. Сонымен қатар, тоқшекте де пайдалы және зиянды микроағзалар болады. Олар ішек микрофлорасының қалыпты жағдайын сақтайды. Ал егер пайдалы және зиянды бактериялардың мөлшері ауытқитын болса, онда адамда дисбактериоз ауруы туындайды. Адамда ауруға ұшырататын микроағзалар мен вирустарда мутациялар жиі болады. Кейбір жағдайда олар микробтың зиянды әсерін күшейтіп, адам өміріне қауіпті жағдайлар туғызады. Мысалы, ғалымдардың пайымдауынша, қазіргі таңда бүкіл жер шарында тарап жатқан COVID-19 вирусы мутацияға тез ұшырайтыны анықталған. Зиянды микробтар адам ағзасына әртүрлі жолдармен жұғады. Соның бірі тағам арқылы. Мысалы, стафилококктар, сальмонеллалар көбінесе еттің, балықтың, жұмыртқада, үй жануарларында кездеседі. Сондықтан адам асты қайнату, жоғары температурада өңдеу, тоңазытқышта ұстау сияқты қарсы шараларды үнемі қолданады. Ал енді микроағзалардың басқа да көптеген зиянды әсерлері бар. Мысалы, кейбір түрлері топырақты құнарсыздандырады. Көптегені адам шаруашылығы өнімдерін бүлдіреді. Мысалы, кітаптарды, жиһаздарды, киім-кешекті, тағамдарды деген сияқты. Металдардың коррозияға ұшырауына ықпал етеді. Және дәнді сақтау кезінде зиянды әсер етіп, дәндегі құрғақ зат мөлшерін азайтады. Тіршілік ету қабілеті, технологиялық және тауарлық сапасы, азықтық қоректілік құндылығы төмендейді. Адам микроағзалардың зиянды әрекеттерімен күресумен қатар, олардың пайдалы жақтарын әрдайым қолдануда. Мысалы, биотехнология саласында. Биотехнология биологияның негізгі салаларының бірі. Биотехнология дегеніміз не? Ол адамға қажетті өнімдерді биологиялық объектілердің көмегімен өндіру. Биологиялық объектілер ретінде микроағзалар мен өсімдіктер және жануарлар жасушалары, жасуша органоидтері немесе биологиялық белсенді молекулалар қолданылады. Биотехнологияның қандай әдістері қолданылады? Микроорганизмдер штамдарын алуда тәжірибелік мутагенез және сұрыптау әдістері кеңінен қолданылады. Ол үшін түрлі радиоактивті сәулелермен және химиялық мутагендік заттармен әсер ету арқылы қажетті өнімдерді көп мөлшерде бөліп шығаратын мутантты штамдар алынады. Осы әдісті пайдалану арқылы, мысалы, пенициллиум зен саңырауағынан пенициллин, актиномицеттерден стрептомицин және биомицин антибиотиктері алынып, адамның түрлі жұқпалы ауруларын емдеуге кеңінен қолданылуда. Микроағзалар селекциясы мынадай келесі кезеңдерден тұрады. Ең бірінші, селекционер ғалымдар қажетті сапалары бар табиғи штамдарды алады. Ары қарай, табиғи өзгергіштік негізінде өнімді және тұрақты штамдарды анықтап іріктеп алады. Келесі жолда штамдарды мутагендерменен өңдейді. Өңдеп болғаннан кейін перспективалы, пайдалы мутанттарды анықтап іріктеп алады. Ары қарай қажетті өнім қалыптасуын бақылап, іріктелген клонды қоректік ортада көп рет қайтадан себеді. Сөйтіп, өнімді штамды алып, оны өндіріске енгізеді. Енді микроағзалардың тағы бір артықшылығына тоқталайық. Ол гендік инженерия саласында кеңінен зерттелініп қолданылуы. Гендік инженерия гендерді бір ағзадан басқа ағзаға ендіріп, ДНК-дан кейбір гендерді алып тастағаннан кейін жасанды ағзаларды өсіре отырып, әртүрлі дәрі-дәрмек, ферменттер,
вакциналар жасау мен өндірудің келешегі бар бірден бір жолы. Қорытындылай келе, биотехнологияның бір саласы гендік инженерия жетістіктеріне тоқтала кетсек. Гендік инженерия әдісімен синтетикалық емес инсулин, самототропин және өзге де адам гормондары шығарылуда. Гендік инженерия әдісімен картоп қоң жей алмайтын картоп өсімдігі шығарылды. Ол үшін ғалымдар картоп генінің қатарына саршаян генін қосу нәтижесінде ешқандай жәндік жемейтін картоп түрін алды. Осы тұста гендік модификациялы өнімдердің пайдасы мен зиянына тоқтала кетсек. Пайдасы мол өнім алу және әртүрлі зиянкестерге төзімді өсімдіктердің сортын алу. Ал енді зияны трансгенді азықтықтардың адам үшін зиянды жағы иммунитеттің төмендеуі, аллергиялар мен әртүрлі ісіктердің пайда болуы. Қазіргі таңда жасушалық инженерия әдісімен сүтқоректілерді клондауда. Кез келген американдық өзінің сүйікті хайуанатын клондау үшін фирмаға барып тапсырыс бере алады. Биологиялық инженерия саласында өндіру өте үлкен кіріс келтіретін өндіріс. Бұл спирт, шырын және кір жуатын ұнтақтар өндіруге пайдаланатын биопрепараттар, ферменттердің көп даналы өндірісі. Ал енді балалар, сабақты бекіту мақсатында сендерге өзіндік жұмыс тапсырмасын бергім кеп отыр. Мына мадақтама қағазға микроағзалардың 3 пайдасын жазасыңдар, ал қылмыскер іздестірілуде қағазына 3 зиянды әрекетін жазасыңдар. Хош, сау болыңдар.